Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен селедка под шубой салатын дайындайтын боламын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, видеоны соңына дейін менімен тамашалаңыздар. Салатымызға қажетті барлық ингредиенттердің мөлшерін мен төмендегі описанияға жазып өтемін. Ең алдымен селедка балығын тазалауға кірісеміз. Селедка балығын алып, ортасын пышақпен кесіп алып, екіге бөліп, ішін тазартып аламыз. Балықтың ішін жақсылап тазартып алғаннан кейін, омыртқасындағы үлкен сүйегін қолымызбен осылай ажыратып алып, ұсақ сүйектерін біртіндеп алып тастаймыз. Балықтың ішін жақсылап тазартып алғаннан кейін, сыртындағы қабығын қолымызбен жақсылап ажыратып алып тастау керек. Селедка балығының іші сыртын тазалап алғаннан кейін ұсақтап турап аламыз. Балығымызды тазартып болғаннан кейін алдын ала суда пісірілген көкөністерімізді осылай ірі теркадан өткіземіз. Барлық көкөністерді теркадан өткізіп алғаннан кейін салатымызды жинауға кірісеміз. Салатымызды дастарханға қоюға ыңғайлы етіп, екі түрлі әдіспен әзірлеуімізге болады. Ең алдымен бөлек ыдысымызға теркадан өткізілген картоп, сәбіз және жұмыртқамызды салып, үстіне кішкене тұз салып, майонез қосып, жақсылап араластырамыз. Осы қоспаны араластырып болғаннан кейін үстіне балығымызды салып, тағы да араластырамыз. Осы араластырылған қоспалардан әдемі етіп шарик жасап аламыз. Шаригіміздің бәрі біркелкі болу үшін үлкен қасықтың көмегімен осылай салып алып, шарик жасап шығамыз. Шаригімізді ыдысымызға қойып, дайындап аламыз. Шаригімізді әзірлеп болғаннан кейін пищевой пленкамызды осылай жақсылап жайып аламыз да, үстіне теркадан өткізілген қызылшамызды жайып шығамыз. Қызылшамыздың үстіне алдын ала әзірленген шариктерімізді салып, тура осы видеода көріп отырғандарыңыздай домалақ етіп осылай жинап аламыз салатымызды. Салатымызды осылай жақсылап қызылшаның ішіне салынған шаригімізді жақсылап осылай біркелкі қып, жан-жағын тегістеп орап шығамыз. Енді пищевой пленканы алып, шаригімізді бөлек ыдысқа сала береміз. Енді салатымызды екінші түрлі дайындау әдісіне кірісеміз. Ол үшін біз тағы да пищевой пленканы алып, оның үстіне қызылшаны жақсылап жайып, үстіне майонезімізді жайып аламыз. Майонезді жақсылап барлық шет-шетіне жағып алыңыздар осылай. Енді осы қызылшаның үстіне үккіштен өткізілген сәбізімізді саламыз. Сәбізімізді тура солай жайып, үстіне майонез жағамыз. Осы сәбізіміздің үстіне картопымызды да жайып, үстіне майонез жағып аламыз. Майонезімізді жеткілікті қып жағыңыздар, сол кезде салатымыз дәмді болады. Дәл осылай барлық көкөністерді пищевой пленкамызға салып, майонез жағып алғаннан кейін, ең соңында үстіне балығымызды салып, пищевой пленканың көмегімен рулет қып, салатымызды жақсылап, әдемі қылып ораймыз. Бұл екі әдісті селедка под шубой салатын әзірлеудегі лайфхактар деуге болады. Себебі бұл әдіспен дастарханға қойсаңыздар, өте әдемі көрінеді бұл салаттар. Енді оралған салатымызды ыдысымызға салып, тоңазытқышқа майонезі сіңгенше қойып қою керек. Шариктердің үстіне сіздер укроппен сәндеп қойсаңыздар болады. Дастарханға қоярдың алдында рулеттің үстіне осылай жұмыртқаның сарысын үкіштен өткізіп, жайып алсаңыздар болады. Өте әдемі көрінеді дастарханға. Бұл салатты мерекелік дастарханға әзірлесеңіздер де
өте ыңғайлы әрі дәмді. Сіздермен бірге болған Қарлыға дәмді кеңестер каналына жазылып, лайк басып пікір жазыңыздар. Ас болсын.